Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мясной салат, яғни оливье салатын жасап көреміз. Сіздер де бірге жасап көріңіздер. Мен колбасаны осылай ұзынша етіп турап, сосын кубиктап турайтын боламыз. Болған колбасамызды осылай кеңдеу ыдысқа салып аламыз. Қиярымызды турап аламыз. Бұны да кубиктап тураймыз. Турап алған қиярымызды колбасамызға қосамыз. Сәбізімізді турап аламыз. Сәбізімізді осылай кубиктап турап салатымызға салатын боламыз. Туралған сәбізді қосамыз. Енді картошкасын турап аламыз, кубиктеп. Турап алған картошкамызды саламыз. Енді жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқамызды да осылай кубиктап турап шығамыз. Турап алған осылай жұмыртқамызды салатымызға бәрін қосамыз. Горохымызды саламыз. Үстіне майонезді саламыз. Бір ас қасық тұз қосамыз, қалауларыңыз бойынша. Сосын бәрін салатты араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.